Ей достар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мен шашымды көріп тұрсыңдар ма? Орыстар айтады ғой, дыбым стоят деп. Натуре шашым тұрып кетті кәдімгідей бар ғой. Не екенін білесіңдер ма? Мен действительно топовый контент таптым. Тілеген Нурик Саламат дейді, міне канал тұр. Балдар өте харизматичный. Натуре бұйыртса реально қазақ ютубы жыртатын балдар кішкене техника жетіспейді. Вот действительно камера слабоватый, микрофон слабоватый. Бірақ сендер шанс беріңдер. Алдағы уақытта олар деген қазақ ютубын действительно жарады. Вот реально жарады. Мен сендерге өздерің білесіңдер, конкурстар жүргізіп жатырмын, ақша ойнатып жатырмын да, 15 000 теңге, там біреуге баланс салып жіберемін и так далее. И всегда ойната беремін. Мен сендерге көп зат сұрамаймын. Тек қана мені сыйлайтындар, мен үшін осы арнаға келіп тіркеліп кетіңдерші. Докажите мені, в натуре, мен Жақсыбайдың, Жақсыбай аға деп айтасыңдар ғой. Жақсыбайдың аудиториясы действительно активный екенін. Ал мен неше тексеріп кетемін. Еще балдарға кіріп комментарийда жазып қажет жоқ, өйткені оларда бүкіл видеоларды комментарийлар сөніп тұр. Просто арнаға кіріп лайкты басып подписаться басшы. Мен өзім тексеріп кетемін де. И действительно, алдағы уақытта вообще күшті видеолар мен сендерді қондырта беремін дальше. Ал енді кетіп видеоны бастаймыз. И сәлем достар, сіздердің бірге мен Жақсыбай, және де менің балам Биллек. В общем, бүгін уже 6-шы күн, ертең уже соңғы видео шығады. 7-ші күн, сосын ертеңнен бастап менің салмағымды көретін боламыз. Осы уақытқа дейін мен вообще қанша арықтағанымды. Және де достар, кешегі видеоны кім көрген жоқ, міне қарап кетіңдер. Мен өзім оқырманыма 1000 теңге бердім. И соответственно, кешегі видеода қанша подписка жинады, қанша не жинады, лайк. Сол лайкты мен бүгін звондап, өз оқырманыма сол комментариядан, сол видеодағыдан алып кешке, потому что мен жап-жаңа салдым видеоны, бір 5 минут бұрын жап-жаңа выложил. Кешке звондайтын боламыз, қанша лайк, сонша теңге. 10 лайк 1 теңге болады. Және де сендер достар, ана конкурсты ұмытпаңдар. Мен 15 000 теңге ойнатып жатырмын. 23 август күні 3 адамға 5-5 мыңнан беретін боламын. Соны ұмытпаймыз. Оның шарттары өте оңай. Мен арнама тіркелген арнаға тіркелдің ғой, сұрғылдың ғой, соны скриншот істейсіңдер. Инстаграмы менің Инстаграм мына парақшама жібересіңдер міне. Болды, принцип айтатын заттарды айтып кеттім достар. Өздерің білесіңдер, осының алдында мен айттым. Күніне отжимание, қазір отжимание істеп тастаймын. Және де приседание істеймін де тамақ ішіп алатын боламыз. Бірақ қазір мен обедке шақырып жатыр балам. Енді баламды күткізбей барып обедті ішіп алайық. Кеттік Берлік. Сәлем Берліктер. Обедтерін ішіп алдыңдар ма? Итке бердім тамақ. Дым жеген жоқ. Қаздың етін алып бар итке. Біздің ит деген бешбармақ жемейді. Айтпақшы шынымен де. Пошамайттың иті. Бешбармақ толтыр салып бердім. Неге жемейсің? Султан, доска очись, доска, подожди. Доска не үшін қана, сызасы. И достар, в общем, бүгін мен сендерге арықтаймын, тамақтарда көрсете бердім ғой. Сол үшін енді ашқарақ деп атап атырып қойымды. Бүгінге деген біз деген шашлык дайындайтын боламыз. Міне, тауықтың етін жібітіп жатыр. Әже деген тауықтың етін жақсы көреді. Бүгінге, в общем, ужинға сендерді қызықтырып, тағы да шашлык жейтін боламыз. Кім тамақ жейді жатыр, ас болсын. Мынау, кешегі бешбармақ қойдыңыз, бір жылқы мен қаздың етінен. Соған домашний лапша салып жібердік те, қайнатып алдық. И және де кока-кола мен тамақты ішіп алайық, сосын сабақты жалғастыру керек, уже азғантай уақыт қалды. Кім тамақ жейді жатыр, ас болсын. Кешке енді қызығырақ қалып стараться етемін сендерге видео болсын деп. Ал мен тамақ ішіп аламын да, сабақты оқып тастаймын. Давайте, ас болсын тағы да. И достар, оралды. Испания, Италия, Англия, футбол, топовый лигалар бізге қайтып оралды. Соған байланысты 1xbet-тағы біздің партнерлар сендерге күшті бонустар дайындап қойды. Мына мен астына закрепленный комментарийда ссылка бар, соған өтіп, менің DZ деген промокодты немесе мына QR кодты қолдансаң, бірінші толтырымға $100 дейін береді. Немесе сол топовый лигаларға сендер тіксеңдер, $10 дейін сіздерге страховка беріледі. Тездетіп сілтемеге өтіп кетеміз де, ставканы тігеміз, бірақ досым мен саған айтар да. Кішкене басымен ойландық тігер алдым, түсін ба? Басымен ойланды досым. Давай сәттілік. Достар, мен бүгін челлендж ойнататын болдым. Сендер көптен сағынып қалған шығарсың, қызықты челлендждар. Кім осының алдыңғы видеоларда көрді, менің қарындасым келді, Мәруа дейтін. Сәлемдесіп қой. Сәлем. И және де менің любимый, сендер жақсы көретін, апары қазақша қатты сөйлейтін інім Сұлтанғали. Сәлем. Достар, бүгін мынандай челлендж болады. В общем, андай крокодил дейтін ойынды білесіңдер ме? Кім білмейді, шартын айтып кетейін. Мынандай дәптерге мен бір сөз жазам. Мысалы, үй деген сөз болады. Үй. Ол сөзді мен тұрамда бетіп Сұлтанға көрсетемін. Сұлтанға көрсетіп, Сұлтан, ол сөзді мен тұрамда Сұлтанға көрсетемін. Сұлтан сол сөзді оқуады да, ал Маруа ол сөзді білмейтін болады. Яма? Сосын
Сұлтан деген сөзді оқығаннан кейін мен дәптерді алып кетемін де Сұлтан Мәруаға үйді көрсету керек. Өзі біледі қалай көрсеткісі келеді. Домик қыл істей ма? Мәруа сол сөзді біліп қалу керек қандай сөз екенін. Бар болғаны секундомерде 30 секунд болады әр сөзге. Бар болғаны 5 сөз болады. Онымен өздері келісіп алған. Осының алдында зарайын Сұлтан деген 2 сөз қарайын дейді. Мәруа 3 сөз қарап көрсететін болады. 5 сөз. Олар деген егерде 5 сөзден 3-ін тапса, мен оларға 1000 теңге беремін, 500-500-ден өздері бөліп алады. Ал егер 5 сөздің 5-ін тапса, оңай сөздер болады, жалпы тауып алуға 5-інде. Мен 2000 теңге беремін, 1000 теңгеден өздері бөліп алады. Шарттарын түсіндіңдер ма, достар? Да, капитан дейді. Я не слышу. Так, что, достар, кімнен бастаймыз? Кто начинает первый? Давайте отгадывать. Сөзді саған көрсетемін, тебе буду показывать, да, слово? Хорошо, достар, бірінші мен Сұлтанға көрсететін бам, саған стол мешать деді, оны алып тастайсың ба? Отырып көрсетесің ба или? Алып тастайық стол, мешать дайды сен. Так, давайте сөзді жазатын боламыз. Ол сөзді тек қана мен көремін. Ұстай тұршы камера, пожалуйста, Осана. Осана маған қарат я. Осылай тұра берсін. Так, достар, сөзді мен жазам. Так, қазір айтамын қандай сөз жазатын. Так. Қандай сөз берсем, оңай да емес, қиын да емес, бір сөз беру керек. Так. Ол енді кішкене қиындау сөз, бірақ оны табу керексіңдер, бірақ. Саған көрсем ғой, да? Тебе же показываю, да? Да, 3 раза. Көрген жоқсың ғой сен, да? Точно ма? Короче, мынандай сөз қазақшасында, орысшасында жазып қойдым. Тут наказался, мне на русском будет написано, я ма? Міне мынандай сөз. Ол ондай қиын сөз деп айта алмаймын мен. Яна, айнадан көріп тұрған жоқсыңдар ма? Арттағы, а? Короче, ладно, бірінші көрсем, так, 30 секунд. Секундомер бар ма, телефондарың бар ма? У меня нет телефона сейчас. Блин, секунд жоқ қой. Я принесу. Принеси, пожалуйста. Камера же есть. На камерадан, я секунд тұр екен ғой, я. Я буду говорить, 10 секунд өтті, 20 секунд прошло, и 30 секунд, каждый 10 секунд я буду говорить. 10 секунд сайын мен айтып тұрам қанша уақыт қалған. Сұлтан, міне қара. Бірінші сөз. Қарап ал бірінші міне. Тоқта. Қарап ал сөзді. Қарап алдың ба? Готов? Готов. Точно? Тоқта. Енді мына камерада мен секундты қарап тұрамын. Тоқтарды. Так. 1, 2, 3. Начинайте. Наушники? Сен қазақша орысша айта беруге болады Мәруа. Өзің білесің. 10 секунд прошло. Жоқ. Сақина. Жоқ. Бижутерия. 15 секунд өтті. Жоқ. Әшекейлер. Жоқ. Әшекейлер. 20 секунд өтті. 25. Жоқ. 3 секунд қалды. 30 секунд. Сақина. Жоқ. Соңғы сөз айтып жіберейін саған берейін. Последний слово, пускай она скажет. Айтып жібер бір сөз. Моншақ. Жоқ. Короче, сөз золото болды, алтын. Это украшение. Можно было вот с ней көрсетуге болатын еді ғой. Не да? Ана үстінде киімдері денесі. Тоже золото ғой. Ол золото ма не? Это цветочный. Так, бірінші сөзді өкінішке орай, олар не угадали, сендер, значит, точно 2000 теңге алмайсыңдар, 2000 теңге будет точно не получится уже. Сен түсіндіре алатын едім ба алтында оған? Қалай ойлайсың? Бір золотой цвет надо было тебе показать. Мынандайды көрсету керек еді, мынандай міне. Осындай алтын цветті. Золотое украшение. Золото, говорят. Так, екінші сөз. Мен жазайын енді, екінші сөзді. Так, достар, екінші сөз міне. Мына сөз. Екінші сөзді білмеймін енді, білем екен. Так, мә, жауып таппын ғой, Сұлтанға көрсетіп екен. Так, Сұлтан кел мұнда. Міне сенің екінші сөзің. Все, тоқта. Готовы? Сұлтан, готов? Все, начали. Серги. Зарядка. Розетка. Вилка. 10 секунд өтті. Что ты показываешь? Вилка. Телефон. Ой, блин, не зарядка. вилка. 20 секунд өтті. Быстро, Султан. Наушники. 3 секунд қалды. Серги. Зарядка. USB.
соңғы сөз айтып жібер. Соңғы сөз. Не знаю. Короче, айтшы бір сөз тез. Соңғы сөз. Розетка. Все. Цвет покажи. Серебро. Күміс бол. Цвет покажи. Цвет не покажи. Күмісті таламай жатсың ба? Алтыннан кейін қайтып көрсетіп жатыр саған. И күміс цветті көрсетіп жатыр Мен саған. тут түсінбей жатырмын, кейін анам не ұрысып Жилка деп қоймайды. Блин, достар, өкінішке орай, бұлар 5 сөзден екеуін уже тапқан жоқ. Енді олар деген тағы біреуін таппаса, олар вообще 1000 теңге де ала алмай қалады. Енді Султан сенде отыран да. Садись, Султан. Три слова? Я 2 слова уже сказала. Третье. Соңғы сөз сен айтып тастайсың ба? Мәруа 2 сөз ете ма? Третье в конце, давай. Третье в конце. Да, давай. Мәруа 2 сөз етіп жатыр екен ғой, да? Марат, Так, давай енді соңғы сөзді. 3 слово Мәруаға береміз, да? Я буду в конце. Ол А, қазір екеуін істесе, иә. яғни соңында мен. Қазір Мәруа екеуін істейді, соңғы сөзді Султан өзі соңғы рет айтатын болады оған. Ладно, кеттік. Тағы да бір сөз жазайын мен. Қалай оңай сөз ба сенше? Қиын ба? Мен ғой. Астында қазақшасы тұр. Білмеймін енді басқа мен есіме келген сөздер. Сендер жұрттар қалай ойлайсыңдар? Қиын ба, оңай ма? Сендер түсіндіре алатын едіңіз бе? Так, соңғы попыткен шайып сендер енді ұтылдыңдар. Мен Мәруа көрсетпей қойын саған да, көріп алдың ғой, білесің ғой. Сендер де оқырмандар білесіңдер ғой. Так, 5 секундтан кейін басталады. Кішкене Мәруа алдыға тұрсаң, камераға сыймайсың. Осылай, иә. Так, 1 секундтан кейін басталды. Окно. Ковер. Стекло. 20 секундтарың қалды. Кирпич. Брусчатка. Квадрат. Фигуры. 10 секунд осталось. Что? Золото. Золото дейді ғой. Что? Уақыт болды, все, время, 30 секунд прошло. Соңғы сөз, последнее слово скажи. Занавеска. Камень. Камень. Я же на улице Ты показываю. кирпич, все сказал же, если же, но не камень. Қазақша тас, орысша камень Как был. ты камень объяснила? Вот так бы объяснила. Камень. Достар. Сендер, короче, достар, бүкіл попыткаларымды просрали. 3 попытки, енді 2 попытка дымда не полагайся. Енді мен сендерге кішкене шанс берем. 2 попытка алды, у вас 2 попытка осталось, да? Хотя бы надо одну угадать, біреуін тапсаңдар, уже 1000 теңге берем, 500 теңге боласың. А егер 2 попытканы, если 2 из 2 угадайте, 2000 теңге берем. Шанс бар сендерге. Давай. 2 попытканы егер де угадайте. Ага. Түсіндіңдер ма? Түсіндім. Все, достар, мен жақсыбай баяғы енді добрый ғой енді, білесіңдер ғой. Давай. Ой, көке қойшы десейші, көкені ал дейсің, өз-өзін мақтай бермеші, көке десейші. Так, қарама, Султан, не смотри. Тұл, көке. Не? Қиын емес қой қазірге. Не қарайсың Я аула? не вижу ничего. Ну, что ты смотришь, Султан? Как всегда, бір хитрысын қосып қоясың өзінің. Ой. Оны. Короче, достар, міне, үстінде орысшасы тұр, астында қазақшасы тұр. Мне кажется, бірақ Султан заметил, если сейчас они угадают, мне кажется, Султан заметил. Он как всегда хитрый қарап қояды. Жоқ. Жоқ па? Ода жоқ қой. Я даже не Короче, достар, сендер көрдіңдер ғой. Қазіргі ораза қабыл болсын, соған байланысты мен сондай затты алып тұрмын ғой. Түсіндіңдер ғой, да? Оразаларың қабыл болсын айтпақшы. Так. Не ал дейді ол. Так, 3 секунд қалды, давайте. Бастадық. Животное. Рога, олень. 20 секунд осталось. Рожки, олененок. Собака. Кошка. Ну что, это вот так что ли? 10 секунд қалды. Плавает. 10 секунд. Ходит. 2000 теңгеден айырыласыңдар. Уақыт. Последний слово айтып жібер, саған берейін соңғы сөзді. Қарадай. Бабочка. Жоқ, баран. Баран. Какой баран? Вот ты баран дейсің, басына бір ұрышыш, барансың сен деп. Старый баран. Что ты баран? Ягненок, мигненок, теленок деп қуылып. Сен қолмен бете беру керек ана ягненок дегенде. Дальше, вот так надо было. Теперь соңғы сөз қалды, последнее слово осталось.
Если соны білсеңдер 1000 теңге, оны білмесеңдер енді өкінішке орай ренжімеңіздер. Ертеңде конкурстар болады, қызықты достар, сендер ертеңгі менде күн сайын видео шығады. Ертеңгі видеоны қараңдар, ертең одан да қызықты челлендж болады. Осыларға тоже ақша ойнататын боламыз. Султан, если сегодня проиграете, не отчаивайтесь, завтра тоже конкурс будет, хорошо? О, Так, давайте енді соңғы сөз. Соңғы сөз. Бисмилlah. Міне үстінде орысшасы тұр. Қарама, астында қазақшасы тұр. Өте оңай деп ойлаймын. Спокойно түсіндіріп беретін сияқты, мне кажется. Я. Видел Султан, да? Көрдің ғой. Начали. Солнце. Луна. Да, молодцы. Әйтеуір бір сөзді угадали, битема қолны. Базар жоқ. Достар, 1000 теңге ұтып алды. Сендерге что, вам деньги снять или перевести на телефоны ваши? А? не на Саған кигиға 5 теңге салып жіберемін. Саған? Наличными. Саған наличный беремін. Хорошо, келістік достар, давайте. Так, достар, в общем, олар өздері келісті. Жаңағы не зат. Мен қазір 1000 теңге шешемде оларға беремін, олар өздері бөліп алатын болды. Және достар, дальше барамызда мен қазір шашлык дайындайтын боламын. Және де мүмкін стейк дайындайтын боламын, үйдегілер жегісі келсе егерде. Бірақ тек қана мүмкін шашлык істейтін шығармын, көреміз. Кеттік енді дальше. Ақшаларды шеше алып берейін. Міне 1000 теңгелері. Бөліп аларсыңдар. Ойнады ғой жаңа. Мен деген ашқарақ болсам, действительно ашқарақта шығармын. Тамақты жей берем. Менің орында болғанда сіздер не істер едіңіз? Үйде деген шашлык тұрады, пицца тұрады, анау тұрады, мынау тұрады. Сендерді қызығып жей бересіңдер. Қазіргі жейін жатқан тамағым ол деген стейк на ребрах. Сосын мына домашний пиццаны істеп қойған, күшті қылып жолдасым. Бұны жемейтін шығар мен кішкене. Все-таки арықтап отырып қой. Достар, сіздерден сұрайын деп тұрған күн ысыда. Сіздер нені аңсайсыздар? Салқына қарбыз жегіңіз келе ма? Немесе осылай ма? Достар, күн ысыда осылай бассейнге жатқан керемет та, кімге ұнайды лайк басып кетіңдер. Мен тағы да олай. Так, достар, біз қазір не істейміз? Біз қазір шашлык істейміз. Өйткені әже шашлык жегісі келіп тұр. Міне от. Қара бір прикол көрсетейін сендерге. Қара прикол. Міне от қой да? Или точнее битик қара. Міне от. Пожалуйста, от. Жестко шықты ма фокус? Лайк қой, лайк. Лайк емес, қазақша лайктың қазақшасы. Лайк қой, лайк. Достар, осының алдында мен сендерге айтқанмын. Бүгін кешегі видео неше лайк жинайды, соны 10-ға бөлеміз. 10 лайкын 1 теңге дедік. Қазір қараймыз неше лайк жиналған осы уақытқа дейін бүгінгі салған видео. Так, бүгінгі салған видео міне көріп тұрма сендерге. Бака 15 000 просмотр жинаған, бар болғаны 3-ақ мың лайк. 3000 лайктың ол 300 теңге. Енді мен қазір тұрамда сол видеоға кіремде, листать етем. И кімге түседі, соған просто единица салып жүремін. Мен звондап не істеп тұрмаймын, просто единица салып жүремін 300 теңге. Просто 300 теңге үшін звондап не істейміз енді, солай емес па, да? Так, міне сол видеоға кіреміз. Міне 2500 комментарий бар екен. 2500 комментарий. Енді Мәруа сен маған бір сан айтшы, любой. 21. 21, қара, мынау жүріп жатыр ма? Иә. Жүріп жатыр ма? Иә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жүріп жатыр ғой да? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жүріп жатыр ма? Иә. 21 да? Енді міне ұстадым да? Иә. Осыған 300 теңге баланс салып жүремін. Міне, ол бізде Менго Симба дейтін, мен сіздің видеоңызды жібермеймін деген. Міне, мына бір кісі, сендер көріп тұрса, міне, көкпен тұрған. Осыған қазір 300 теңге салып жіберетін боламын. Так, күте тұрыңыз қазір. Достар, бұндай конкурс бізде күн сайын болып тұрады. Сіздер қатыса аласыз, бар болғаны лайк қойып, обязательно лайк көп болса, сендерге көп ақша кетеді. Сосын және де комментарийға толтыр жаза бер номеріңді. 1000 жазасың ба, 100 жазасың ба, мүмкін сенде шанс көп болады, көп жазсың. Тегін ғой, просто так единица алып аласың телефондарына. Міне 702, 896, 1138. 1138. Так, міне номер жазық, міне 300 теңге бар болғаны. Так, міне 300 теңгемізді аламыз да, салып жібердіміз.
Міне достар, мен қосайын ба дегенге 300 теңге кетті. Осы видеоға, сендер қарап отқан видеоға лайктарыңыз басыңыздар, көбірек комментарий жазыңыз, обязательно номеріңізді қалдырыңыз. Номерге мен не салатын боламын, баланс салатын боламын, единица. Сол достар. Ал енді сіз дальше шашлығымызды істей береміз. Видеоны қарай беріңдер. Көркемден телефонын құлатты. Экран сынып қалды көркем телефонын. Так, достар, біздерде пока шашлык дайындалып жатыр. Ал енді до шашлыкка біз кішкене ауыз түйіп жіберуге болады. Бұнда бізге суши келіп қалған. Кім суши жақсы көреді, лайк басып жіберіңдер. Я, но запеченный. Ана, нені жыртып таңдашы, мына шетін жыртып ташыш көркем. Мынандай жерін. Мешает кетті ол. Әже оны обязательно таяқпен жейсің. Таяқпен жеу керек. Давай әженің жегенін түсіріп көрсетсеңдер реакцияны. 80-дегі әжемнің жегенің реакциясын қараңдар. Я, әже, оқырмандар күтіп жатыр, жешеш енді. Мә, шашлык күйіп жатыр. Суши түсірем дегенше шашлығым өртеніп жатыр ғой. Че, әже, ауыз түйіп тастадың ба уже? Иә, Че, қалай күшті ма? керемет айтатын. Ненің дәмі сияқты? Балықтың дәмі сияқты. Балықтың дәмі сияқты дейсің ба? Мына имбир деген қызыл болу керек қой негізі. Краскілер өтіп қалған ба не? Жоқ, неге ақ? Сен арзанын алғансыңдар ғой да, мам? Арзанын алғансың. Ане қымбат тұратыр ғой дейсіз. Мені айкошыма салып беріңдер енді бір суши. Көке, мына суши полностью салады ғой, ауызға бәрін салып жібереді. Оны бұдан жей алмаймын. Тісте алмайсың, ішінде водоросли бар ғой, жылуға келмейді ғой тіспен. Қазір мына әжемнің арасында, әже, мына сушидің арасында не бар ғой, водоросли бар ғой, сол қазір коронавирусқа пайдалы. Шынымен де. Айтшы көке да? Новостыға шықты ана. Ана мысықты қарашы, әне артта. Шашлыкке қарап тұрмын. Қалай мә? Папаңның целый салмай тұрғанда сен целыйның аузына салып жібердің ба дейсің? Ас болсын. Жоқ, ана ненің дәмі жоқ ол деген мама. Оған бәрі бар. Дәм сезбей жіберді. Так, достар, давайте мен біреуін ауыз түйіп жіберейін. Истинно қазақ сияқты қолмен. Аттаған түрім ғой мен. Это что, вулкан, да? Это ход? Это говорят, это запеченный, это жареный. А ос есть? Роллыға Кока-кола салмырыз да? Ход. Ролл мен шай емес, Кока-кола. Қалай мәрбе? Так, достар, шашлык дайын болып жатыр, суши жеп жатыр. Қазір бізді мына жерде балық күтіп тұр. Мынау семга, мынау білмеймін не балық екенін. Осылай арықтаймыз, достар. Мен бір аптаның ішінде арықтау емес, наоборот, вес қосатын сияқтымын да. Қалай ойлайсың, комментарий жазып кет, обязательно. Аққосын дерең сау болсын, мына жаман балдарымен жағалатып, жарқын жекі жүргетін Аллах аяғы. Әумин. Әумин деп енді шашлык жейміз біз. Так, достар. Біздің шашлык дайын болды. Так, принеси вилку иди. Жүгір бар, тез. Вилканы алып кел. Так, достар, ас болсын, кім тамақ жейін жатыр. Тамақ та тамақ болып. Тамақ.
Вот действительно осы үйден аты ашқарақ болады енді. Челлендж емес, просто ашқарақ болады ғой. Бірақ мен тойып тұрмын бар ғой, маған дым қызық емес ашқарақ. Қыздар, шашлық жеңдер. Қайда ек қыз үйде? Түсіп жатыр, біреу қуырып жатыр бірдемесе. Маруа, мамның тісін алып кел.